Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Арнаға тіркеліп, лайк, комментарий мен қолдап жіберіңіздер. Алдағы уақытта Алла қаласа қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Нұрата Түркістан облысы Төле би ауданында орналасқан әулиелі мекен. Ол Шымкент қаласынан 60 шақырым қашықтықта Көксәйек Қаратөбе тас жолының бойындағы Майбұлақ ауылында орналасқан. Әулиенің басында кесене, қасында мешіт пен осы ауылдың зираты орналасқан. Өкінішке қарай Нұрата туралы тарихи деректер кездеспейді. Бірақ ел аузындағы әңгімелерге қарағанда, Нұрата ерте замандарда өмір сүрген қасиетті кісі болған. Жүзінен нұр төгіліп тұрғандықтан халық оны Нұрата атаған көрінеді. Өте діндар, келешекті болжағыш әулие адам болған. Нұратаға зиярат етушілер қысы жазы үзілмейді. Әулиенің басында бірнеше көзі бар бұлақтар ағады. Оның сулары Майбұлақ өзеніне құйылып жатады екен. Бұлақтардың суын халық шипалы деп есептейді. Мұны ғалымдар да дәлелдеген. Әр көзден шығатын су әр түрлі дерттерге ем. Бірі бауырға, бірі өкпе, енді бірі тамақ пен мұрынға арналған. Әулиенің қасында Ердәуіт баба кесенесі де бар екен.